Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдарман? Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі баяндайтын әңгіменің аты «Өмір таразысы». Жақсы тыңдалым болсын. Алматының 28-ші Панфиловшылар паркының шет жағындағы орындықтың бірінде кітап оқып отырғам. Көзінің жасы мөлтілдеп, терең күрсініп отырған келіншекке қайта-қайта қарай бердім. Келіншектің отырғанына 1 сағаттан асып барады. Сәл орнынан көтеріліп тұрғысы келеді, бірақ өз денесі өзіне бой бермей тұрғандай, қозғалмай тас болып қатып қалғандай. Келіншек 45-46 жас шамасында, келте шашты, тым арық, қара торы, өте жақсы киінген. Сондай бір сұлу болмаса да, өзіндік бір әдемілігі бар. Қысыңқы келген сығыр көзі ашылмай, жас сорғалап ағып отыр. Бет орамалымен анда-санда танауын бір сүртіп қойып, көз жасына ерік беріп отыр. Аққан жас кеудесін сулап та тастады. Оған мән бермейді. Арқасын орындықтың арт жағына сүйеп, денесін бос ұстап, өз күйзелісінің кеудесінен шығып кетуіне ерік бергендей. Ешкімді елемейді, ешкімге көңілде бөліп отырған жоқ. Мен қарама-қарсы орындықта тура қарап көз алмай отырмын. Маған да көңіл бөлмейді. Тек егіліп жылап отыр. Тағы жарты сағат бақылап отырдым да, дәл осылай жылай берсе, не қан қысымы көтеріледі, болмаса жүрегіне күш түсетін білемін. Қасына барып отырып, құтысы ашылмаған суым бар еді. Соны көзінше ашып ұсындым. Ол таңырқай қызарып, ісіп кеткен көзімен мұңая қарады. «Ішіп алыңызшы», дедім. Келіншек суға қарап жұтынып алды да, қолына құтын алды. Аузына апарып, кішкене ұрттап, сәл кідіріп, басын салбыратып төмен салды. Мен суды қолынан алып, «Бетіңізді жуып жіберіңіз», деп орнынан тұрып, суды құятын еп көрсетіп едім. Келіншек сәл еңкейіп, алақанын тосты. Мен су құйдым. Ол бет-аузын бірнеше рет жуып, құтыға жабысты. Мен бете салдым. Суды көбірек ішіп, тағы өзі бір қолына су құйып, бетін, тамағын, желкесін жуды да, құтыны маған ұсынып, бет орамалымен сүртініп, сәл қозғалып, су болып кеткен жерден жылжып, кеудесін көтеріп отырды да, уф деп көзін жұмып, шалқайып, басын орындықтың шетіне қойып, су орамалын кеудесіне жапты. «Құрбым, сенде бәрі дұрыс па?» дедім. Судан өзім де бір жұтып алып. Ол басын көтеріп, «Рахмет, рахмет» деп басын изеп, сәл жымиғандай болды. «Есіңізді жидыңыз ба?» дедім. Ол басын изеді. «Қайғылы жағдай болды ма?» дедім. Ол басын шайқады. Дәл осылай таусыла берсеңіз, онда сол қайғылы жағдай өз басыңызда болады», дедім жанына отырып. Ол ойлы көзбен маған қарап, жұтынып, терең күрсінді. «Құрбым, менімен бөліскіңіз келмей ме? Мен сені танымаймын. Сен не айтсаң да осы жерде қалады. Есесіне, сен жеңілдеп, керек десең менен кеңес аларсың. Керек демесең мен саған ақылды айтпаймын», дедім. Ол қастарын көтеріп, сұраулы жүзбен қарап отыр. «Мен бір шаруамен келіп едім. Біраз тосуым керек болып, осында отырмын. Қазір сағат 5-те жұмыстарыма қайтып барамын», дедім. «Иә, рахмет саған. Мен саған не айтарымды да білмеймін», деді көздері жыпылықтап. «Міне сөзге келдің. Соның өзі жеңіс», дедім сәл жымиып. Келіншек күліп жіберді. Қолын маған созып, «Қаламқас», деді. «Өте қуаныштымын», деп қолын алдым. Ол бет орамалымен бетін, көзін қайта сүртіп, маған сәл күле қарады. «Қаламқас, жүрші, анау жерде жаздық шайхана бар екен. Бір шыны шай ішейік. Мен жалғыз отырғым келмей, су алып едім. Шай ішпесем, басым ауырып қала ма?» деп орнынан тұрдым. Қаламқас сәл кідіріп, маған қарап отырып, суы таусылған құтыны көрсетіп, «Суыңды тауысып қойыппын ғой», деп алақанын жайып орнынан тұрды. Шайханада бір-бірімізге қарама-қарсы отырдық. Мен салат пен бір шәйнек шайға тапсырыс бердім. Қаламқас үндемеді. Бір кесе шай ішкен соң
қаламқастың бетіне қан жүгірді. Мен әкемнің жалғыз қызымын, деді ойлы көздерін алысқа салып. Әкемнің дейтінім, анам ерте қайтыс болды. Әкем маған әке де, ана да болып өсіріп, оқытып, талай биікке жетелеп шығарды. Мен 2 жоғарғы оқу орнын тәмамдадым. Жақсы мекемеде мықты маманмын, деп маған тура қарады. Мен басымды изеп, қолдау беріп, тыңдап отырғанымды білдірдім. Әкемнен басқа жанашырым жоқ болғандықтан, мен әкемсіз өмір барын тіпті елестете алмайтынмын. Ол кісісіз еш нәрсе істей шеше де алмайтынмын, деп шайын тағы ұрттап, көзі мұңға толып кетті. Қызметке тұрдым, әкемнің ақылымен жүрдім. Биікке шық, жоғарыла, сен мықтысың, қызметте бастық болуың керек, деген сөздерін миыма сіңдіріп, тек оқу, одан кейін жұмыс деп жүре бердім. Жан жағымда не болып жатыр? Махаббат, сезім, жастық балғын уақыт мен үшін еш қызықтырмады. Әкем, жігіт махаббат деп бәрін құртпа, алдымен аяқтан, жететін шыңыңа жет, сосын ол махаббат өзі келеді, деген. Оның үстіне бала күнімнен сол бір махаббат деп қызықпайтынмын. Маған ол тіпті керек болмады. Студент кезімде оқу үй деп жүріп едім, енді жұмыс үй деп жүре беріппін. Бір кезде менің жеке жүргізушімнің маған қамқор болып жүргенін байқадым. Жасым 31-ге толған, білдей мықты лауазымды маманмын. Елдің айтуынша, тек кәрі қыз деген ат жабысқаны болмаса, өз ортамда сый құрметім де, дәрежеде бар. Сол жүргізуші күннен күнге маған көңіл бөлгені, айтқанымнан шықпайтынын елеңдетіп жүрді. Ол тіпті тосын сый да жасайтын болды. Есімі ерекше Хайролла болатын. Хайролла менен 3 жасқа кіші, 28-дегі үйленбеген жігіт еді. Жұмыс болған соң әртүрлі жағдай болады. Бірде риза болсаң, бірде ашуланасың. Енді бірде жабырқап, көңілің түсіп кететін кездер жиі болады. Сол әр жағдайда Хайролла менің көңілімді таба білді. Риза болған уақытымда сол ризашылығымды одан ары асқақтатып, маған мақтау айтып, сіздің арқаңыз, сіз мықты мамансыз десе, ашуланған кезімде, сондай қатты ашуланбаңыз, жүйкеңіз тозады, қорқынышты ештеңе болған жоқ, бәрі түзеледі, дейтін. Енді бір жабырқап көңілім түсіп кетсе, ерекше бір жерлерге апарып, таза ауамен тыныссаңыз, қараңызшы, табиғат қандай керемет, деп көңілімді көтеріп жіберетін. Сол сыйластық уақыт өте махаббатқа ұласты. Хайролла шын сүйді, сезімін шын көрсете білді. Мен өзімнің үлкендігімнен сескеніп, біраз тартыншақтадым, бірақ мен де оны қатты ұната бастадым. Отбасын құратын уақыт баяғыда өтіп кеткен еді. Хайролла маған сөз салып, ұсыныс айтқанда шалқамнан түсе жазадым. Біз үйленетінімізді әкеме айтып едім. Әкем көп ойланды, ренжігендей болды. Сол кезде мен, әке, мен жас қыз емеспін, жасым 31-ге келді. Қайта мені алам деген адам табылды, деп күліп, еркелеп көндірдім. Қызым, мені тастап кетпеші, жігіттің қарсы болмаса, осы үйде тұра беріңдерші, көз алдымда болыңдаршы, деп әкем өтінді. Бұл ұсынысты Хайроллаға айтып едім. Ол, біз көп балалы отбасымыз, мен сенің үйіңе кетсем, туыстарым ренжи қоймас, ең бастысы екеуміз бақытты болсақ болды, деп келісті. Құдалық болды. Хайролла кәрі қыз болсам да, маған ақ көйлек кигізіп, той жасады. Біз бақытты болдық. Көп ұзамай мен күтпеген жүктілік. Менде еш жоқ. Бұл деген үлкен сый. Хайролла ас-түсіме түсіп аялап жүр. Өмірге үлкен ұлым келді. Әкемде бақытты, мен де бақыттымын. Арасы 8 ай өтпей, екінші нәресте көтеріп қалып, үлкен ұлымды емшектен шығардым. Үшеуміз 3 жақтан ұлымды мәпелеп жүріп өсіріп жаттық. Мен екінші ұлымды өмірге әкелдім. Балаларыммен заңды демалысымды болған соң, Хайролла өзі жұмыста. Үйге құстай ұшып келеді, өте бақытты. 4-ші жыл өтіп барады. Мен өз бақытыма өзім таңғалам. Жеткен жетістігім бар. Отбасын құрдым. Күйеуім керемет сұлу жігіт. 2 ұлды болдым. Әкем қасымда. Иә, әкем қасымда.
Мені жалғыз мәпелеп өсірген әкемді тастап кетпей, бірге болғаныма мен өзімді өте бақытты сезінетінмін. Отбасылық өмірдің өз машақаты бітпейді ғой. Бала ауырады, кір қоңыз, бала жылайды. Жүрген соң ол балаға бір адам керек. Ас суын уақытылы даярлап отыру керек. Шығын көбейіп, Хайролланың табысы жетіңкіремей кетті. Мен жұмысыма шығайын десем, балалар кішкентай. Әкем өз жұмысында, ол кісіден ақшалай көмек сұрау ұят. Үлкен ұлымның денсаулығында бір кінәрат пайда болып, ақыл есі дұрыс дамымай жатты. Ол да уайым болды. Әкем маған қайта-қайта, сен байға тиген осы екен деп, баладан бала тауып отыра бересің бе? Осы екі ұлды өсіріп ал, дейтін. Әке, сіз немерелеріңізге қуанбайсыз ба, десем, қызым-ау, әрине қуанам, бірақ сен жұмысыңа шық, енді көтеріліп келесің, балаларды бағу керек, жеткізу керек, деді. Балаларды балабақша алмайды, не істеймін десем, Хайролла қарасын, оның мардымсыз жұмысынан пайда жоқ, ал сен жұмысқа шықсаң, өсесің, айлығың да жақсы, деді. Сол ақылды ақырындап күйеуіме айтып көріп едім. Како, онда мен саған көлік жүргізуді үйретіп, права әперем. Сен жұмысыңа шық, өзің барып, өзің келесің, деді. Сосын жарты айдай көлік жүргізіп үйретті. Мен жұмысқа шығып, Хайролла балаларымен үйде отырды. Алғаш кездер өте керемет болды. Хайролла ұлдарын қатты жақсы көргеннен, менен де жақсы қарады. Үйді де таза ұстап, ас әзірлегеннен де тартынбады. Солай 2 жыл өтті. Үлкен ұл 5-ке келсе де оңалмады. Амал жоқ, оған қарайтын бір адам керек. Хайролла жіпсіз байланды. Баласын жақсы көретін соншалық, бұны бір ұят, мен әйелімнің мойнында отырып қалдым демеді. Хайролла екеуміздің сыйластығымыз керемет болды. Бір-бірімізді тез түсінетінбіз. Тек уайымымыз үлкен ұл. Арада 8 жыл уақыт өте шықты. Мен өте жақсы көтеріліп, айлығым да мол болды. Әкем зейнетке шықса да үйде отырмады. Жұмысын істеп жүрді. Бірақ бұрынғыдай күні бойы жұмыста емес. Бос уақыты да бар еді. Сол кезде үйде болып, Хайролламен істесіп қалатынды шығарды. Хайролла аса қатты әкеме көне бермейтін. Өз дегенін істейтін. Сол қылығы әкеме жақпайтын. Мен жұмыстан келсем, әкем шағымдана беретін болды. Хайролла болса, жаным, ол үлкен кісі. Менің де әке шешем бар. Мен несіне ол кісімен ренжісем, ол кісі айтады, қояды, дей салатын. Хайролла балаларды қарап отырып қана қоймай, қосымша табыс ретінде елдің көлігінде жасайтын. Басында көліктің иесінің үйіне барып, сол жерде жөндеп жүрді де, кейін бізде жер кең болған соң, бақшаның аяқ жағына күрке жасап, сол жерде жөндейтін болды. Хайролла менің үйімді дәл өзінің үйінде иеленіп, еш қысылмай, қалай дұрыс деп шешсе, сол ісін жасай беретін. Сондықтан ауладан өзіне жұмыс орнын жасап алды. Себебі үлкен ұлымыз сол бойы мүгедек болып қалған. Еш ем қонбады. Талай отада жасалды. Апарған жеріміз жоқ. Ұлым не сөйлемеді, не жүрмеді. Тек денесі өсіп жатты. Бірақ өте ақылды. Ұлымды қарайлай жүріп, көліктерді жөндеп табыс тапқанына Хайролла қуанышты болды. Маған да бұл ісі ұнайтын. Бірақ бұл түрлік әкеме ұнамады. Төңіректің бәрін темір-терсек жасады. Бензиннің иісі басымда ауыртатын болды, деп Хайролламен ұрсатынды шығарды. Мен ата-енеммен бірге тұрмасам да, қайын жұртыммен жақсы араластым. Жиі қатынасып та тұрдық. Енем науқасанып емделуге келген соң, біздің үйде жатты. Бір айға жақындап қалған. Әкеме енемнің жатқаны тіпті ұнамады. Осылай жата бере ме? Басқа балалары жоқ па еді? Деп менен сұрағанымда, әке, ол кісі ем алып жатыр ғой, деп мен де әкеме ренжідім. Мен жұмысқа кеткенде, әкем енеме ауыр сөз айтып, енем қоярда қоймай, Хайроллаға басқа балаларына апар деп кетіп қалыпты. Хайролла әкем анасын ренжіткеннен кейін, әкемен сөзге келіспей ұрсатын болды. Әкем болса, үй менікі, кет әкеңнің күшік кеу демесі бар ма? Дәл сол уақытта Хайролла үйден кетуге бекінді. Мен қанша кешірім сұрап жалынсам да, қаламқас, мен сендерді қатты жақсы көремін. Бірақ мына қорлыққа енді төзе алмаймын. Мен сендерден кеткем жоқ. Мен мына үйден кеттім, деп кетті.
Алматы маңынан пәтер жалдап, бір СТО-ға жұмысшы болып орналасып, балаларына қарайласып жүрді. Әкем үйде қалып, балаларды өзі қарады. Ұлымның алды 10-ға келген еді. Екінші ұлым көмектесіп, әкем тіпті Хайролланы жолатпаймын, онсыз да күнімізді көреміз дейтінді шығарды. Мен екі үйдің ортасында жүрдім. 11-ші жылға кеткенде Хайролла Алматының арғы жақ басынан жер алып, үй сала бастады. Мен де тапқанымды беріп көмектесіп жүрген едім. Әкем: сен мені тастап кеткелі жүрсің, сен кетсең мен асыл өлемін, деп әкем қорқытатын болды. Хайролла балаларына келсе атылып, боқтап, жағасынан алды. Сен арам тамақ тағы неге келдің? Не ақшаң бітті ме? Қаламқасты соруға келдің бе? Деп бақырды. Хайролла маған қарап: қаламқас, балаларды жина, сендерді алып кетемін, деп ашуланды. Әкеме тіл қатпады. Мен не істерімді білмей тұрып қалдым. Әкем орнынан ұшып тұрып: кім оларды саған жібере қояды екен, деп атылды. Айғай-шу болып кетті. Екеуі бір-біріне айтпағандары жоқ. Мен жылап, кіші ұлым шошып, быт-шыт болдық. Хайролла алып кетем десе, әкем жібермеймін дейді. Мен не істерімді білмей дал болдым. Не әкем қоймайды, не күйеуім басылмайды. Ақыры Хайролла жеке шығарып алды да: қаламқас, менің өмірім сенсіз, ұлдарымсыз өмір емес. Мен сендер үшін өмір сүріп жүрмін. Саған 3 күн уақыт берем. Әкеңді тастап, өз үйімізге кел, деді де кетіп қалды. Әттең Хайролламен сол күні неге ілесіп кетпедім екем. Әкемді түк түсіне алмай, дұрыстап түсіндірем деп ойлап қалып едім. 2 күн бойы әкемді көндіре алмай дал болдым. Әкем арқанды көрсетіп: сен кетсең мен асыламын, болмаса дәрілерді ішіп қайтамын, деді. Жасы 67-ге келген әкемнің сол сөзінен мен қатты қорықтым. Хайролламен үзбей сөйлесіп отырдым. Ол жұмысында жүрді. Мені қинап, не шештің демеді. 2-ші күні кешке жұмыстан кеш келгенін айтып, шашап тұрғанын айтып, ұлдарды сағынғанын ескертті. Ертең біз барамыз, сен көлік дайында, көшіп бірақ барам, дедім. Хайролла қатты қуанды. Како, сен папаңды қатты уайымдама. Ол кісі біраз жалғыз тұрған соң өзі-ақ бәрін түсінеді, деп маған қолдау көрсетті. 3-ші күні Хайроллаға қоңырау шалсам: емханадамын, мені іздеп келме, дегенде жүрегім жамандықты сезді. Бір түнде не болып қалды деп сұрап едім. Маған вирус шығыпты, тынысым тарылып, демаламай жатырмын, деді әлсіз дауыспен. Емханаға құстай ұшып бардым, кіргізбеді. Коронавирус жұғыпты деп шешім қойып, тіпті қақпаға жолатпады. Жылап, еңіреп, тілеу-тілеп 4 күн өтті. Не ақшамен шеше алмадым, не таныстан көмек ала алмадым. Жолатпайды. 5-ші күні таңертең Хайроллам өмірден өтті, деп қаламқас еңкілдеп жылап жіберді. Мен не істерімді білмей сасып қалдым. Шайымызды ішіп те болғанбыз. Тез даяшыны шақырып, ақшасын төлеп сыртқа шықтық. Қайта 28-ші Панфилов саябағына кіріп, орындықтарға отырдық. Қаламқас терең күрсініп, алысқа қарап, біраз отырды. Мен болсам, ойбу, бұл келіншектің күйзелісін жеңілдетем деп, одан ары ауырлаттым-ау деп отырмын. Қаламқас тағы бір күрсініп алды да, маған мұңды көзімен қарап: солай, демде ойламаған жерде Хайролламнан айырылып қалдым. Ол уақыт сол вирустың жаңа басталған кезі еді. Тіпті бет жүзін көрсетпей өздері көмді. Мен тіпті өлі денесінде көре алмадым, деді тағы кемсеңдеп жылап. Мен иығынан ұстап: иманы жолдас болсын, дедім. Қаламқас басын изеп бетін сүртті. Мен әкемді түсінбейтін болдым. Ол кісі неге менің бақытыма балта шапты? Мен Хайролла екеуі ұрсысып қалса, неше рет сөйлескем. Әке, сізге не болып жүр? Мені қызғанып жүрсіз бе, деп те сұрағам. Сізге Хайролладан басқа қандай күйеу бала керек, дегенімде: сен мені анау сауатсыз байың үшін ұрыспа. Сол арам тамағың үшін менің бетімнен алма, деп бой бермей қоятын. Қайдағы арам тамақ? Әке, неге солай сөйлейсіз? Ақша тауып отыр ғой, десем: бұл менің үйім. Менің үйімді темір-терсекпен бықсытпасын. Сенің күшік күйеу байың дегенде. Сіз өзіңіз оны тұрғыздыңыз. Сіз өзіңіз менің кеткенімді қаламадыңыз ғой, десем: сен менің бір тал қызымсың. Мен сені бақтым, қақтым, адам қылдым. Енді мен керек емес болып қалған екем ғой. Уберде өлтіре сал, деп бақырған. Ол аз болса,
қарттар үйіне өткізе сал деп те жұлынған. Бұл сынақ сәл шыдасам бәрі өтеді деп жүргенде Хайроллам аяқ астынан о дүниеге кетті. Қатты қайғырдым, өкіндім, тіпті өмір сүргім де келмей қалды. Хайрошымның өліміне өзімді кінәлі санадым. Ол бізбен бірге болса, уақытылы тамағын ішіп, уақытылы демалар еді. Ол тез үйді бітірем деп жанталасып демалмай жұмыс жасады. Суық жерде көлік астында жатып өкпесін қабындырып алды. Мен қасында, балалары қасында болғанда, Хайрошым үйге бізге асығар еді, күтінер еді. Сондай жанталаспас еді. Мен не деген ақымақ едім. Неге әкемді тастап кетпедім? Хайролла мені сүйетіні сонша үйді, көлікті менің атыма жазып қойыпты. Ол күшік күйеу деген атақтан кейінде маған сенген, менікі деп өзіне жазбаған. Мен Хайрошыммен бірге өлгендей болдым. Не әкемді, не балаларымды ойламадым. Ажал күтіп жатып қалдым. Ас жемедім, су ішпедім. Ешкімді көргім де, естігім де келмеді. Ең құрғанда Хайролламның маңдайынан сипап кешірім сұрай алмағаным мына жүректі ауыртып, жаныма батады, деді одан бетер егіле жылап. Мен үндемей тек отырмын. Бүкіл денесі секілдеп, көкірегі қақ айырлардай толқып барып, уф деп тоқтап, ойлы көзбен тағы бетіме қарады. Енем қасымнан кетпеді. Ол кісіге де менен бетер ауыр екенін мен түсініп отырдым. Анашым, мен жаман әйел болдым. Анашым, менің бетіме түкіріп кетіңіз. Анашы, мен енді қалай өмір сүрем деп құшақтап жыладым. Енем бейшара егіліп отырып маған басу айтты. Қаламқас, саған Хайроллам екі ұлын аманат етіп қалырды. Солар үшін өмір сүр. Сен екі ұл үшін өмір сүруге тиіссің. Олар Хайрошымның көзі, тұяғы, жалғасы. Болды, кеткен адам кетті. Аллам керек қылды, алды. Ал тірі адам тіршілігін жасау керек. Сен есіңді жи. Ажал келсе, Хайрошым қойныңда жатса да кетер еді. Араша бола алмайсың. Сен өзіңді кінәлама. Балаларыңа бас көз бол, бізді де ұмытпа. Деген сөзі қайта өмірге әкелді. Міне, 3-ші жыл өмір сүріп жүрмін. Ал әкем күннен күнге есі ауысқан адамдай екі балама маза бермейтін болды. Әкесіне ұқсаған топас, менің тұқымымда мына ауру жоқ, ол сонның тұқымынан келген, деп ауыз жаппайды. Енем келіп, үлкен ұлымды өз үйіне алып кетті. Мен үйде отырған адаммын. Немеремді бағып көмектесейін, сен жұмысыңды жаса, деді. Ұлым қуана-қуана кетті. Екінші ұлым биыл 1-ші курс колледж студенті. Енді әкем менімен алысатынды шығарды. Қайда жүрсің? Сен қаншық болғың келіп жүр, оңбаған, жақсылықты білмейсің. Мені сарғайып күтіп отыр демейсің, десе, демалыс алып, күні бойы қасында жүрсем, біл, сен менің арқамда адам болдың. Сені жеткізген мен, сен маған қарыздарсың, деп миымды шұқығандай болады. Жас кезімді әкемнің бұндай қылығы жоқ еді. Әлде мен байқамадым ба? Әлде ол кісі маған көрсетпеді ме, түсінбеймін. Үйіме барғым келмей таусылып отырғаным сол. Сонда мен жалғыз жеткізген әкемді құрметтеймін деп өз бақытымнан айырылдым. Ендігі өмірім қалай болары бір Аллаға аян. Сол әкем сөйлемесін деп үлкен ұлым жырақта. Әкелем десем, әкем оны әкелткізбейді. Не істерімді білмей егілем, құрбым, деді. Мен не айтарымды білмей қалдым. Ол маған қарап отырып, не деген сорлы деп отырған боларсың, деді. Жоқ, о не дегенің, дедім қолынан ұстап. Сен таусыла берме. Сен ана екі балаға керексің. Олардың болашағы алда. Ол екеуі де сенің қолдауыңа зәру. Қайта Аллам саған түсінігі бар ене беріпті. Сен бос уақытыңды көбірек енеңмен өткіз. Әкеңді тастама. Енеңнен көп нәрсе үйрен. Екі балаңа жақсы тәрбие бер. Ертең сен де ене боласың, немере сүйесің. Ал әкеңді жақсы бір психологқа ма, психиатрға ма апару керек. Ол кісі әйелінен айырылған соң, сенен айырылып қалам ба деген қорқынышы бар. Сені мәжбүрлеп болса да ұстағысы келеді. Ол кісі науқас адам, емдету керек, дедім. Қаламқас ойланып, көздері жыпылықтап кетті. Сап-сау жүрген адамды, сен науқассың, сені психологқа көрсетем деп қалай айтам, деді. Мен де ойланып қалдым. Білмеймін, бір себеп тап, бір мысал келтіресің бе?
Алдап апарасың ба? Апару керек. Ол кісі дәрігердің көмегіне зәру дедім. Қаламқас басын изеп отырып, маған да сол психологқа көріну керек деді, сәл жымиып. Сосын маған ойлы көзбен қарап, сен өзің психолог емессің бе деді. Жоқ, мен қарапайым шаштаразбын дедім күліп. Ол қолымнан ұстап бетіме мейірлене қарап, рахмет саған, менімен хабарласып тұршы. Менде не ана, не әпке, не сіңілі жоқ қой. Сен маған сырлас болшы деп күлді. Мен телефон нөмірімді айтып бердім де, мақұл, хабарласып тұр дедім. Екеуміз қоштасып, мен өз шаруаларыммен кеттім. Мен Қаламқастың нөмірін жазып алмаған соң, еш хабарласа алмай, бір жыл өткен болатын. Жақында Қаламқас хабарласып WhatsApp-қа шығыпты. Құрбым, қалың қалай? Бұл мен Қаламқаспын. 28-ші Панфилов паркінде жолыққан. Жылаңқы құрбың. Менде бәрі жақсы. Саған алғысымды білдіргім келеді. Мен әкемді емханаға жатқызып емдеттім. Қазір бұрынғы әкем болып оралды. Әрине қартайып қалды. Сонда да өз әкем болып оралды, мүлдем басқа адам. Екі ұлым да қолымда. Әкем өзі қарап жүр. Мен Аллама шүкір етем. Сен де жанды жолықтырып, орынды ақыл бергіздірді. Әкемнің емханаға түскені ұзақ әңгіме, сосын жазам. Сен уақытың болғанда хабарласып тұршы. Мен сені Фейсбуктан көріп жүрмін. Сен жазушы екенсің ғой, таң қалдым. Сол кездесуде сенің бекежан емес екеніңді сезбедім, депті. Сол хаттан кейін біз хабарласып тұратын болдық. Сол кездесуді Қаламқастың өтінішімен қағаз бетіне түсірдім. Қаламқас еш қысылмастан өз өмірін желіге салуымды өтінді. Оның ойынша, өмірде түрлі жағдайлар болуы мүмкін екенін айтпақшы. Қаламқас сөзі. Адамның өмірі қамшының сабындай қысқа болғанмен, өзіндік азабы мен қуанышы қатар екен. Жан күйзелісті ұғына білуіміз керек. Мен Хайролламнан айырылдым. Оны ажал келіп, жетектеп әкетті дегенмен, сол бір соңғы күндері бір-бірімізді түсіне алмай айырылдым. Енді еш уақытта оған түсіндіре алмаймын, қатты өкінем. Ал әкем өмірге қайта оралды. Бұрынғыдай қамқоршы, мейірімді. Өмір сүріп жүріп, қасымыздағы адамның науқас екенін де білмейді екенбіз. Ал сол ауру қаншама азап әкелді. Сондықтан бауырларым, жаныңыздағы жақындарыңызды аялай біліңіздер. Психологқа жолығудан қорықпаңыздар. Бізде ұғым дұрыс емес. Егер психолог, психиатрға қаралса болды, ауру деп қашамыз. Негізі олай емес. Біз әртүрлі күйзелісте жүріп, өз жүйкемізді тоздырып алғаннан, шыдамсыз, ашуланшақ, ауруға тез көнгіш болып кетеміз. Ал бұл мамандар соның алдын алады. Мен сияқты зардап шегушілерге жол бермейді дегім келеді, деді. Мен Қаламқасқа сондай бір қатты көмек бердім деп ойламаймын. Тек әкесінің науқас екенін көзіне екі ауыз сөзбен жеткіздім. Соны ұғынып, ары қарай емдетуге күш салған өзі. Осы оқиға өмірде дәл осындай жолмен кездеспесе де, ұқсас тағдырлар бар шығар. Ата-ананың айтқанынан шыға алмай, отбасын талқандаған қаншама жұптар бар. Соңы не боларын ойланбастан, айырылысып кеткендер қанша. Сондай жағдай болмағаны дұрыс. Қаламқастың айтқаны дұрыс-ау деймін. Қатты бір кикілжің, келіспеушілік болғанда, жолдан тайдыратын туыстан гөрі, жолға салатын психологқа жүгінгеніміз жөн болар. Әр жанның жақыны соны қолдайды. Ол ақиқат. Қазіргі уақытта ақыл айтылушылар тым аз. Болса да дұрыс айтады деп ойламаймын. Ал дәрігердің көмегінен соң сол даудың шешімін өзіңіз-ақ шешуіңіз мүмкін. Ашуға жол алғызбай-ақ, ашу дұшпан ақыл дос деген бар. Кейде сол ақылымыз таязданып, жүйкеміз сыр бергенде көнбей кетеді. Өмірде адамның ең бастысы, жетекшісі ол ақылы, санасы. Соған күш салмайық, аман болайық. Әңгіменің соңы. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Авторы Жеңіскүл Тұрсынбаева. Әңгіме ұнаса оң пікір жаза кетіп, менің арнама тіркеле кетіңіздер.